Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін біздің арнамыздан көретіндеріңіз. Бүгін Евро 2024 Испания Францияның қақтығысы болады. Кепа Аризабалагада Европамен қоштасатын сияқты. Ал Альфонсо Дэвис Реал Мадридқа келіп қосылады. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Манчестер Юнайтедті қаржылай фейрплей өте көп ақша құртуға рұқсат бермей отыр. 100 миллион евроға да жетпейді. Құртатын ақшалары осы жазғы трансферлік терезеде қаржылық фейрплейді босату үшін ойыншыларды сатуы керек. Ал сататын ойыншылар MU-да бар. Оның біріншісі Мейсон Гринвуд, екіншісі Джейдон Санчо деп айтсақ та болады. Осы екі ойыншыны сататын болса, біраз нәрсе босап қалады. Орнына жақсы ойыншылар алуға болады. Гринвудқа Лацио клубы қызыққан болатын, бірақ та келісімге келе алмапты екі тарап. Енді Мейсон Гринвуд Марсель клубына баратын болып жатыр. Соңғы ақпараттарға сүйенетін болсақ, Марсель клубы 1 жыл жалға алатын болады, және де сатып алу міндетімен. Одан кейін 25 миллион евроға ғана сатып алады Мейсон Гринвудты. Бірақ егер Марсель сататын болса, сатылған ақшаның 50%-ын Манчестер Юнайтедке беретін болады. Осындай келісім шарт жасасқан екен. Ал енді Джейдон Санчоның әзірге қай клубқа барары белгісіз, нақты емес. Оған қызығып жатқан клубтарда аз емес қазіргі таңда. Достар, бүгін ақтық ойындардың бірі жартылай финалда екі алып кездеседі. Оның бірі Испания ұлттық құрамасы, екіншісі Франция ұлттық құрамасы. Енді ойын деңгейіне қарайтын болсақ, әлбетте Испания ұлттық құрамасының ойыны жақсы қойылған, және де бір-біріне әбден үйреніскен командалық ойынға Испания ұлттық құрамасы. Ал Франция ұлттық құрамасы қағаз жүзінде фаворит екені белгілі. Өте мықты құрам, өте мықты ойыншылар, және де сол ойыншыларды Дидье Дешам бүгін жақсы жағына пайдалана алады ма? Алмайды ма? Оны бүгін түнгі сағат 12-де көретін боламыз. Ал енді бұл ойынға қоятын біздің болжам, жалпы гол саны 2,5-нан аз болады деп ойлаймыз. Егер де өздеріңіздің ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, осы 13-ші сектордың демеушісі 1xbet 13-ші сектор атты промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы сіздер алғашқы депозит үшін 200 мың теңгеге дейін бонустар ала аласыздар. Ал бұл бонустарды алу үшін, мүмкіндікті пайдалану үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Кепа Аризабалаганың ары қарайғы мансабы қалай болады белгісіз. Ол Реал Мадридқа келген кезде Куртуа жарақат алып атқанда негізгі қақпашы болайын деп келген еді, бірақ та оны Лунин болғызбады. Лунин өте тамаша ойын көрсетті. Лунин жоғары деңгейде алдыңғы маусымды өткізді. Ал Кепа Аризабалага өзінің деңгейінде өнер көрсете алған жоқ, және де Реал Мадридқа да керек емес. Дәл қазіргі таңда Челси клубы Кепаны сатуға шешім қабылдап жатыр. Және де аламын деген клубтарда жоқ емес. Осы жерде Сауд Арабиясына ойласақ болады. Аль-Иттихадтан ресми Кепа Аризабалагаға ұсыныс келді, бірақ та Кепа Аризабалага бірден қабылдаған жоқ, сәл ғана ойлануға уақыт беруін сұрады, талап етті. Ал Аль-Иттихад болса, ең мықты бір қақпашыны қатарымызға қоссақ деген ниеті бар. Олардың ішінде әлбетте Кепа Аризабалагада бар тізімде. Енді негізінде Кепа Аризабалага үшін бір үзіліс керек болып тұрғаны белгілі, сондықтан да Аль-Иттихадқа бір 2 жылға келісімшартқа барып келсе болатын сияқты. Ақшасын да алады, өзі психологиялық тұрғыда да дұрыс дайындалып келетін шығар Аль-Иттихадқа барса. Альфонсо Дэвис Баварияда қалмайды, себебі оның сұрап отырған ақшасын, қаржысын, жалақысын Бавария клубы бермейтін болды. Өте дұрыс. Негізінде Бавария клубы егер Дэвиспен келісім шартқа келетін болса, оның сұраған ақшасын беретін болса, 50 миллион евродай береді екен. Ал бұндай ақшаны құртатын клуб ол Бавария емес. Бавария өте сақ клубтардың бірі. Не дегенмен де енді сатуға шешім қабылдаған сияқты Альфонсо Дэвис басқа ыңғайға келмей отыр. Альфонсо Дэвис қайда барады? Әлбетте Реал Мадридқа барады. Басқа ешқайда бармайды. Реал Мадрид бұл жарыста бәрінен озып кеткен, тек қана соны күтіп отыр. Енді Реал Мадрид Альфонсо Дэвисті Бавариядан алатын болса, 30 миллион евроға алады. Себебі басқа нұсқа жоқ Баварияда. Оның бірінші себебі бір маусымнан кейін келісімшарт аяқталады. Екінші себебі өте керемет ойын көрсеткен жоқ өткен маусымда. Осы екі себеп бойынша 30 миллион евро беретін болады Реал Мадрид. Егерде Бавария клубы анау бере алмаймыз, сата алмаймыз, 40 миллион бер, 50 миллион бер деп құтыратын болса, бір маусымды өткізеді да
тегін алып масқарасын шығарады Баварияның. Сондықтан да Баварияда таңдау да жоқ, нұсқа да жоқ. Реал Мадридқа 30 миллион евроға беретін болады осы жазғы трансферлік терезеде. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. 13 сектор арнасымен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз.